aykalar Aktellikpenin basına bakıp baylanar Kuşak dolup bölge Şakınlar men berge Her yıl sayın ay toylanar Kazık savuk sayran Köngül şatmaz meyram Merekege bulgun aynalar Bugün Senin tuğan günün Zor densavık dileymin Bakıt ömür sürgün Şanında bolsun deymin Aşar köngül sırın Şan zerigin Bugün Senin tuğan günün Aman bolsun atanan Dardu etken gumur Her gününe jaratkan Töksün şu ak nurun Oynap gülgün Tokattasıp Kuvanış kernep tur canım Arasında Doşarın tuğaz tuğanın Emmen jırı biye Şala söz bensiye Kırgızer senin dumanın Yesin men ketbeyten Yeşler sejit beyten Yen bakıtlı gün tuğan gün Bugün Senin tuğan günün Zor densavık dileymin Bakıt ömür sürgün Şanında bolsun deymin Aşar köngül sırın Can zerigin Bugün Senin tuğan günün Aman bolsun atana Kızımız da Kakobasının tuğan günü Soğan gep jinalıp жатырмыз. Bugün сол өзүнүн агайындары, жумуштагы әріптестері, анаяктан жагы шудан кудагыйлар келип атыр. Мына Алла кааласа азыр 5 жыл башталады. Ошо 5 жылдын алдында бир жакшы тилек ниетибизди айта турайык деп мына тамада жолустардан микрофон ұсынып атыр. Не дейміз мына Kızımız Tonguç'um Bayağıda әкем marhum айтып жүреді, Tonguç'um туыстайды деп сол Kakonuna еңбегі жағдай берсін. Мына кәсіптерінде шын жүректен тілейтініміз әлде талай шыңдарды бағындырып байи берсін. Бала шағасы өсіп өніп Öbürlü болсын, дендері сау болсын. Нұржан екеуі бақытты өмір сүріп, ертең сол бұлар да сол немере шөбере сүйіп, біз де сол немеренің тойында шөберенің қолынан май жалап нәсіп етсін Алла тағала. Деніміз сау болсын, әрқашанда осындай Алла тағала тойдан кенде қылмасын. Аман есен болайық, деніміз сау болсын. Хочу сегодня поздравить в первую очередь родителей Карлыгаш за такую прекрасную, такую нежную, такую хрупкую тоже вот заодно дочу с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, успехов. Это действительно образцовая пара семейная, которую можно молодым сравняться. Хорошая мама, хорошая хозяйка. Все, что она делает красоту. Она любит красоту. Таких женщин очень мало. Они, можно сказать, среди миллион несколько. Именно с такими, как вот черты характера, как у Карлыгаш. Я вот сколько вот лет знаю эту пару, и мужа, и Карлыгаш, вот
их отношение к друг другу, уважение, чтобы не сглазить, пусть они проживут такими взаимопониманием, любви до старости глубоких лет. С днем рождения тебя еще раз, Карлыгаш. Қарлығаш, туған күнің құтты болсын. Шын жүректен құттықтаймын. Саған тілейтінім зор денсаулық тілеймін. Өмірде бақытты бол. Нұржан екеуің ұзақ өмір сүріңдер. Бала шағаның қызығын көріңдер. Не деймін, өбірлі шүбірлі болыңдар. Шаңырақтарың биік болсын. Әрдайым осындай дастархандарың мол болып, тек қана жақсылыққа жайылып, не деймін, осылай күліп ойнап жүре беріңдер. Жаңағындай достарың көп болсын, туған туысқандарыңыз аман есен болсын, ата-аналарыңыз да зор денсаулық тілеймін. Әрдайым сіздердің қастарыңызда жүріп, сіздердің қызықтарыңызды бірге бөлісіп, күліп ойнап жүрсін деп тілеймін. Сол. Қарлығаш, туған күні құтты болсын. Өмір жасың ұзақ болсын. Тек қана жақсылық тілеймін. Өмірде қандай жақсылықтар бар, барлықтарын саған тілеймін. Бақытты бол. Ал бәрекелді, құрметті қадірлі ағайындар, достар, шапалақ соғатын ағайын бұрысынан болмады екен, да? Бұндай шапалақтармен той бастармайды. Бір жақсылаптар, бір тамаша көңіл күймен бүгінгі туған күнге тойға келген ағайындар ұсам. Жақсылап шапалақ соқпайды, құтты болсын. Ал бәрекелді, қыз екен айтады ғой. Қазақ қызы сұлулықтың сарасы, пайым менен парасаттың дарасы, аздыртпайтын, тоздыртпайтын өмірді, жан тіршілік өмірдің панасы дейді. Бүгінгі таңда құрметті де қадірлі артты аяулы ана Қарлығаштай қызымыздың 18 жас туған күніне қош келді, бір шапалақ соқпай. Алтындай уақыттарыңызды қиып, жұмыстың бәрін тиіп, үстіге бар жақсыны киіп келген екенсіздер. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін, жүректеріңізге жыр бітсін, бастарыңызға бақ қонсын, астарыңызда тақ болсын, мінгендері сәулігіп, жүрген жерлеріңіздер қашанда ақ болсын. Бүгінгі туған күнімізге тағы да қош келдіңіздер. Ал шама келсе орнымыздан тұрып, мойнымызды бұрып, шапалақты ұрып, бүгінгі Нұржан ағамызбен Қарлығаш анамызды ортаға қарсы алайық. Шапалақ соғып отырайық, тамаша керемет көңіл күймен бүгінгі тойымызды бастаймыз. Соңында жеңіл айқара ақ тілекпенен Достар қайда? бақыт байлана құшақ толып гүлмен жақындармен бірге әр жыл сайын айтылар қызық сауық сайрам көңіл шат мәз мейрам сенің туған күнің сағыза бақ тілеймін бақытты өмір сүргін жанымда болсын деймін ажайып көзім жан серігім бүгін сенің туған күнің аман болсын ата-анам тату екен ғұмыр әкімге жаратқан төксін шуақ нұрын ойлап күлгін Она самая красивая? Да. Самая счастливая? Да. Самая прекрасная? Ал бүгінгі келіп жеткен туған күніңіз құтты болсын, Қарлығаш ханым. Рахмет. Әрқашан осындай достарыңыздың, туыстарыңыздың қасында, ата-анаңыздың қасында жүре беріңіз. Қазекең айтады ғой, тағдырым байланысқан баламенен, жолымды тосып тұрар даламенен, бойындағы бар сезімді аяла, асылынды ана деген. Анадай болсын бізге кімдер ғана, барпайды бір қуансын үйдеген ан. Бұл өмірде шын бақытты бола алмайды, анасын құрметтемей жүрген адам. Аналар биік төрдесіңдер, қызықты да шықты да көргенсіңдер. Қарлығаштай аналар аман болсын, әлде талай бес тәрбиесіңдер.
әйелдерден пайғамбар шықпаса да пайғамбарды туып бергенсіңдер, есіңдеріңше де қалмаса да шежіренді тартқан сендерсіңдер деп бүгінгі таңда алтын құрсақты аяулы анамызға туған күн құтты болсын. Тағы бір дуа шапалақ соқпайық. Ал құрметті қадірлі ағайындар, алтындағы орындарыңызға жайғасыңыздар, төрлетіңіздер, өрлетіңіздер. Бүгіндегі керемет тойымызды әрмен қарай жалғастырайық, ертеңгі тойымызды бастайық. Ал келіп отқан ағайын туыстар, оң жаққа ата-аналарымыз, ол жақ қатардағы достар, туысқандар, сіздерден бір сұрайын деп едім. Вот, сперва сіздерден бастайықшы бірінші. Жалпы көңіл-күйлеріңіз қалай көке? Жақсы ма? Бір шапалақпен көрсетіп қойшы. Правый берег, как ваше настроение? Сол жақ қатардағы ағайын туыстар, друзья, соседи, да? Хотел бы спросить, как ваше настроение? Здесь у меня вот хорошие призы есть. Честно вам скажу, именно вот таких призах, осындай приздардың ішінде 10 000 тенге жасырылған. 10 000 тенге сюда положили. И... Ну, я честно хочу вам дать, да? 10 000. В одном из призов 5 000 тенге есть. Все мы же хотим, да? Заработать. Тойға келіп, конвертке 15 000 тенге әкеп, 10 000 тенге алып жаман емес пе, да? Просто былай келістік, да? У кого сейчас самое хорошее настроение, буду призы давать, хорошо? Начнем вот с правого берега, да? Он жақтағы ағайындарына бастайық. Кімнің көңілі керемет өте жақсы болды, вот это бір приз берем. Возможно, это левый берег, возможно, это правый берег, да? Ал бірінші бастайық, он жақ қатардағы ағайын туыстар, достар. Как ваше настроение? Нар жақты болса, сіздің көңіл-күйіңіз күшті, тамаша болып келеді. Шапалақ соқпайық, самая красивая дама. Ал левый берег. Как ваше настроение? Вас Тютюба зовут, да? Сен түріңізді сатырып өтті. Ал яқта бүгінгі той иесі Қарлығаш ханым. Сіздің көңіл-күйіңіз қалай? Классно, да? Шапалақ соқпайық. Олай келсе Қарлығаш ханым. Сіздің көңіл-күйіңізді білуге енді сложнее будет. Қазір шығасыз, ну не может там стоять. Сіздің көңіл-күйіңіз бір бимен көрсек нұр-үстіне нұр болатын еді, да? Маэстро, музыку, поехали. Дорогие друзья, дамы и господа, встречаем. Она самая прекрасная дама Республики Казахстан. Самая счастливая дама нашей эры планеты. Керемет қошемет шапалақтарыңыз болсын. Біздің құрметті қадірлі Қарлығаш ханымды ортаға бимен шақырайық. Жаным ау десем, сүйіктім десем. Қонақтар билеп береді, қонақтар. Жарасым үстің ұқташымыш, Жай ғана сөйле. жаныңа барсам қалай кетеді, әдемі күйде. Танцуй, запой. Үйде салсам үйдеп, маған тиде. Жатыр үйде, жарасым үстің ұқташымыш, жай ғана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді. Рахмет. Қарлығаш ханымның көңіл-күйі қалай екен? Понравилось настроение Қарлығаш, да? Рахмет. Келіп отқан ағайындар келіңіздер, дастарханға жайғасыңыздар. Ал енді Қарлығаш ханымның көңіл-күйін көрдік. Нұреке, сіз бағана бері болмадыңыз. Сіздің көңіл-күйіңізді бір бимен көрейік, Нұреке. Келе қойыңыз. Хоть қалай. Ал құрмет қадірлі ағайындар, сіздердің керемет қошемет шапалақтарыңыз болсын. Самый богатый мужчина города Алматы. Самый золотой молодой мужчина нашей республики Казахстан. А где аплодисменты, да? Қарлығашқа балаға шапалақ сөйлеуге жоқ, да? Сіздердің керемет қошемет шапалақтарыңыз болсын. Наш любимый
Нуреке танцует перед вами. Нуреке, поехали. Шоу. Уржан. Рахмет. Ерекет, Нұрекенің биі қалай болды? Ұнады ма? Кімдікі жақсы болды? Қарлашты ма Нұрекенікі ма? Қарлашты жақсы болды да? Осылай білесілейді кімнің билеп отқанын. Кімнің биі қалай болса. Ал, осындай керемет отбасына бір шапалақ соғып қояйықшы да. Біздің қарлығаш алтын, біздің қарлығаш алтын. Алтын анамызды құттықтап, қол соғымдар жалпын. Сенің анаң алтын, менің анам алтын. Анамызды құттықтап, қол соғымдар жалпын. Туаңыз құтты болсын. Яқта бағанын бері қарлығаш тәтемді мақтап отыр. Бұл Нұрекемізді мақтап қойық. Бағанын бері тойдың басына бері қайта тәтеме қарап қойды. Неужели мен әйелім сондай ма деп? Шынымен сондай шығар да? Барлық сөзге келісетін ағайдар бар, өзін күліп атсыз қойшата. Менің ағам керемет, одан артық не керек? Қамқоршымыз болып жүр, нұрын себелеп. Біздің Нұреке керемет, одан артық не керек? Қамқоршымыз болып жүр, нұрын себелеп. Баракат, көп рахмет. Бүгінгі күндарыңыз құтты болсын. Қаз екен айтады ғой, өзеннен суаға қарғалаған, жақсыдан жақсыға жарқылдаған, қарғадан қарғада қарқылдаған дейді. Өзіңіз сияқты алтын ағаларымыз бен алтын аналарымыз аман болсын. Тек қана отбасыңызға жақсылық тілейміз. Ал енді шапалақ соғып отырмыз. Енді шапалақ соғып керемет ата-аналарымызды ортаға шақырайық. Яғни өткен кезде біздің құрметті де қадірлі үлкен ата-аналарымыз, Ғабиден атамыз бастаған, Перизат анамыз және де Қаратбай Венера дейді. Келіңіздер, ортаға әдемі ақ тілектеріңізді, ортаға бір билеп шығыңыздар. Рахмет. Құдағилардың бәрін шығарып салып, өзіңіз тұрсың. Жалпы айтқан кезде құдағисыздар да? Құдағисыздар да? Мерлеріңіз көп болды. Сіздер жақта алдап жүрген ата-апаларым аман жақындап тұрамыз. Ал әдемі ақ тілек, бас тілек өздеріңізде? Мына бүгін бәрі ең үлкен тұңғыш қызым Қарлаштың туған күніне жиналып отырсыңдар. Мына өзінің жағы ата-анасы, қайын-енесі құда оқырап келмеген екен. Өзінің бірге әріптестері, достары, рахмет. Осындай барлықтарың осындай қуанышты дастарханда бастарың қосылып, әр жасылықтарын өстіп, бірге тойлап жүре беріңдер. Өсіріп отқан ұл қыздарың өсіп өніп, солар ертең үлкен биіктен көріне берсін. Ертең Расиок, Амикош, қайырлардың Алла қаласа тойында отырып,
Құдам бар, құдағилар бар бәріміз. Соны Құдай нәсіп етсін. Еліміз сау болсын. Бұяқта да мына ағалары, жаңағы мына қайындары келіп отыр. Барлықтарыңа сол той тілеймін. Той жылы болсын, биыл жақсы жыл болып отыр енді. Сол той болмаса берсін. Көршілеріне айтып жатырмын, көршілеріне де бәріне жұмысы болсын. Құдай сөйлеңіз еді, жоқ қой. Аумин. Ал құрметті қонақтар, келіп отқан қаламдарыңыз нұр жаусын. Бүгін енді Қарлығаш келінімнің қызым деймін. Бүгін туған күні болып жатыр. Туған күні құтты болсын Қарлығаш. Деніңіз сау болсын. Жасыңа жас болсын. Басыңа бас қосылсын. Балапандар қызығын көріп жүре беріңдер. Ал енді Нұржан еңбек жана берсін. Тек қана биіктен көрінеді. Доктор болсын, жақсылық болсын, әрқашанда сіздеріңізде. Қызыңыздың туған күні күнде отқан жоқ, бірақ сөз естіңіз да? Тағы да билейсіз да? Ал енді Қазекен айтады ғой. Әкеден асқан арман жоқ, әкеге жетер дана жоқ, әкеге жетер қорған жоқ, әкеге жетер пана жоқ дейді. Әкем дегізген, қазғарта жегізген, айналайын әкелерден тәрбиелеп өсірген осындай әпеден ба қызымызды өндіріп өсірген бір әкемізге бір шапалақ соғып қояйық. Әдеден яқта алтын құрсақтай ауылы аналарымыз бар екен, кезінде қазақ ақындарымыз осы тойда айтсын деп біз сияқты жас жігіттерге жас кеткен сияқты. Ақында туған анадан, батырда туған анадан, анадан туған бар адам дейді. Ана деп адам бар ма тіл қатпаған, ана деп сыр шертеді жұмбақталамын. Ана деп тілімнің жеткенінше жырлап қалам, туғаннан құлын деп аймалаған, өздеріңізде қамқорана қайдамаған. Анасыз бақта болу сайрамаған, анасы көпте жолды жайнамаған. Ана жанын ана болсын оғарсын, алдында ол бір биік қызаршын, балан үшін кеудегеріп мақтанып, балан үшін биіктерден құларсын дейді. Осындай алтын құрсақты аяулы аналарымызға бір шапалақ соғып қояйық. Ал енді тағы бір ән айтыңыз да? Күнде келініздің туған күні болған жоқ. Үйде айтысқанша ол сияқты айтысыңыздар одан да. Ән айтыңыздар, көке бір ән айтыңыздар. Өзіңмен нарысын, бойымда танысын, жайнаған гүлдей көрсем, жағадан тұрсем, жазды күнде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, жол бойын сарладым. Сен іздеп арманым, жол бойын сарладым. Балауса қыз едім бір кезде, шашына ақ бантик байлаған, өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көзіңе көз тастап ойланам. Өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көзіңе көз тастап ойланам. Нұрлы бейнең қандай жарқын, арманысың қандай жаннан, шамарамай сен мөлдірсің еркем, тау бұлағындай. Сен мөлдірсің еркем, тау бұлағындай. Сізден келесі жол тағы да тойда кездескен кезде тамағыңызды реттепкен жақсылаған айтасыздар. Ал енді көргендеріңіз күнде осындай той болсын, жегендеріңіз семіз қой болсын, шыққандарыңыз біздің биік Алатаудай тау болсын. 18-дің ғаламда бір Аллахты қалап тұрғанда сіздер сияқты ата-аналарымыз дендер сау болсын, шапалақ соғып қояйық. Келін қайненен топырағынан дейді ғой, келіңізді өзіңізден алмайды екен. Сіздің де нұрыңыз жайнап тұр, келіңізден нұрыңыз жайнап келіп тұра ғой шығарып. Жасыңыз қаншаға келді қазір? 70-ке вообще ұқсамайсыз, как будто 69. Вот, Қарлығаш через 40 лет,
прошедший Қарлығаш 40 лет назад. Шапалақ соғып қояйық. Сіз де бұл жерде қайтадан алмайсыз. Күйеу балада негізі бақытты болатын отбасы күйеу баласы атасына ұқсайды дейді. Қараңыздаршы, как будто өзінің баласы сияқты. Мұрын қара, түрлі қара, екеуі де аппақ дейді. Үшеуміз жарасып тұрмыз деген. Нұреке тамадан іздеген кезде оны не по вкусу, а по свету выбирал, да? Ал осындай ата-аналарыңыз аман болсын, тек қана отбасыларыңызға жақсылық тілейміз. Енді құдағи двое, только танцевать, хорошо? Танцуй. Рахмет сіздерге көп. Осындай керемет тамаша көңіл күймен жүре беріңіздер. Ал келіп отқан қонақтарымыз қош келдіңіздер. Той мерекемізді бастадық. Келгендеріңізге көп рахмет. И отырған енді туысқандар жағы достар жағын танымайды. Достар жақ туысқандар жақты танымайды. Ал өзіңіз микрофонды алып алған, яқта туысқандар жағын айтып отырыңыздар. Ал мына жерде бүгін мына қызым Какагон туған күніне бәріміз осында жиналып отырмыз ғой. Сол бірімізді біліп, танып отырайық. Мен өз жағымдағы столда өзіммен бастап таныстырсам, қасымдағы жағы мен қасым Қарлығаштың мамасы. Оның ар жағымда отқан мен туған інім Ақылтай аты. Ол келін келмей қалды, бір немен илекістер. Ар жағындағы жаңағы мен өзі бұрын бар осы үшінші қызым. Аты мөлдір. Ар жағында жүріп, жаңағы бірге істейтін бөлі. Бірге істейміз. Женісбек мөлдір. Женісбек мөлдір екен бірге, достар екен. Енді мен сол жақ қалатындағы жаңағы қызымның енесі шудан келіп отыр. Құдағипен ауылға келмей қалған екен. Құдағипен тұрып қойыңыз, Құдағипен аты Венера. Құдағипен қасындағы жаңағы Каконың абысыны, жаңағы Нұржанның енді ал жақтағы Бауыржан, сол Бауыржанның жолдасы аты Жұлдыз. Одан кейін Бауыржан. Бұл ғой біз жаңағы. Жаңағы жүрген жаңағы мөлдір қызымның күйеуі жаңағы Нұрбол. Шығып кетті ма? Біздің жағы осы енді. Мен өз атым Ғабиден. Қарлығаш достарыңыздың папасы, мамасы. Өздерің жақтан кім таныстырады? Қарлығаш таныстырып жүреді, Қарлығаш. Таныстырсын.
сол қанатта отырған главный достарымыз. Ең бірінші Шынар тәте, Амантай ағам. Шынар тәте өзіміздің землячка папа, Байқадамның қызы. Менің осындай өмірде жол көрсететін әпкемнің бірі болып кеткен, өте возрастқа қарамасақ та өте жақсы қыз араласамыз. Одан кейін мына жерде Қайсар аға, Назира тәте. Олар да өте жақсы қыз араласатын достарымыз. Одан кейін тетя Люба, тоже одна из моих любимых тетек. Она виновница всех моих бриллиантов. Одан кейін көршілеріміз Ертас Рима, біздің үстімізде тұрады, 5-ші этажда. Одан кейін барлық достарымыз Айдан Алорбек, жолда сайын келген жоқ, қазір кішкенеден кейін келеді. Бағана жоғары тұрып. Ол Ертастарымыз. Көршілер бір-бірімізбен өте жақсы араласып, досқа араласып кеткен араластығымыз үшін, дос болып араласамыз қазір. Осындай. Бізде андай возрастной категория жоқ. 18 жаспен де сен деп, 50 жаспен де сен деп, бәрінен наравне араласамыз. Сондай достарымыз. Арақ деген харақ емес, арақ деген апам алған компресс дейді. Арасына компресс осындай құдай қонышта, кішкене сыртқа да жағып отқан дұрыс. Ал енді бағынан бері енді керемет тойымызда, туған күнімізде тойымызды бастадық. Қазағыз 30 күн ойын, 40 күн тойын жасаған халықпыз ғой. Сіздермен бір кішігірім бір ойын ойнап, дәл осы жерде отырды. Бүгінгі иесі нашу именинницу как зовут? Мен Люба үшін кәдімге орысша сөйлеп отырмын. Серьезно айтамын, да? Ради вас, да. Обычно я там, в поселке живу, далеко, в колхозе. За Узнагачом 150 километров. Да. Из-за этого колонка маленькая. Есімі кім бүгінгі той иесі? Қарлығаш, да? Салтанат пе? Қарлығаш, да? Бұлай келсек, Қарлығаш есімінде қанша әріп бар? Сколько букв, Люба? Имя Карлыгаш. 9. 8. Точно я сейчас посчитаю. 4, 8, оказывается. Карлыгаш тек кім қойды есіміңізді? Оны пападан сұраңыз. Папа уже казки сұраңыз. Бұлай келсек, Қарлығаш есімде 8 әріп бар деп келсек, әр әріпіне қазір тоқталамыз. Сол Қарлығаш ханымға қатысты, немесе Нұржан мен Қарлығашқа қатысты жақсы бір ерекше сөздерді айтайық. Хорошо, немесе жақсы қасиеттері бар ма деген дейді. Первое, Люба не объяснил, да? На каждую букву сейчас индивидуально будем останавливаться. Говорим слова самые необычные, самые искренние от сердца, что у вас выйдет, да, на каждую букву. Для Қарлығаш, для Нұржан, или общий для семьи. Хорошо? Первая буква у нас К, да? Немесе қазақша Қ әрпі, да? Буква К, либо Қ әрпі. Поехали. Вот с вас хочу начинать, да? Самую трудную букву мне дал. Да. Нет, тут каждый говорит, я выберу сам. Да. Самая красивая. Самая красивая, да? Вот. Согласны, да? Вот, рахмет, Не пока. согласиться нельзя. Портрет на виду. Хорошо. Буква К, сіздер жақтан. Қ әрпі. Туысқандар. Қарапайым. Тағы да. Қамқор. Кішіпей. О, қандай керемет сөздер. Еще. Қазақи. О, тағы да. Ау. Көңілді келіндердің бір дейсіз ба да? Бұлай келсеген қазір. Құдары біз екеуміз подаркын бөліп болсақ, неғып болады. Любовьті ортаға шақырайық, баған бері күшті айтты да. Тетя Люба, вас вызываем на сцену, да? Только с настроением уходим, да? Давайте пойдем. Люба, танцуй!
Какое слово говорили до этого? Самое красивое. Самое красивое. Она у нас самая красивая, да? Все согласны, да? Шапалов, поехали. Выиграла опять? Да, это для вас. Вот. Возможно, вот есть такой приотличный Только подарки сегодня. Рахмет, рахмет, рахмет. Тебе какой рахмет? Встретимся, когда встретимся, Тюлюк. Так, келесі қандай ырып? Следующая буква у нас какая? Буква А, да? Поехали. Ах, көңіл. Тағы да? Аккуратная. О. Активная. Еще. Опрятная. А? Кәдімгідей. Одан айта беріңіз айтыңыздар. Айта беріңіз, қандай? Аккуратная. Еще. Бір ерекше сөздер болады ғой, қазақша, орысша, буква А деп қойдыңыз. Самая вокальная буква. Абыройлы. Ортаға шығай, есіміңіз кім? Ау? Жұлдыз ханым ортаға шығамаш, билет, маэстро. Поехали. Рахмет. Әдемі сөзін айтамын деп ақыл ойына үйіп келген. Оншақ сырғасын тақ белген елден ерекше боламын деп. Стильный костюмы киген әдемге жабыра соқпай. Ал қандай сөз айтыңыз? Абыройлы. Абыройлы деп отыр. Біздің қарлығаш абыройлы ма? Сізге көп рахмет. Сізге рахмет. Буква Р, да? Радио деден. Буква Р. Радостная. Еще. Ракета идет. Еще. Решительная. О. Резкая. О. Правда? Вот, скажите. Романтично. Романтичная. О. Дам, скажите, кто уже взяли подарок? Буква Р. Ранды. Парды. Раскованная. Ау? Раскованная. Раскованная. Это так просто. Ай, честная. Роскошная. Еще. Роскошная. Честно, вот, сколько провожу банкеты, да, торжество, именно такое слово первый раз слышу, да. Вас как зовут? Рима. Рима, да, ортаға шамаш, как раз на букву Р, Рима выходит, да. Ваши аплодисменты, наша Рима прекрасно выходит. Рима, танцуй выходит. Қуаныштойды құттықтауға келіп тұрған дәурен. Көйлек киген құрбыларымда бар, бардым еттеген, мұрдым еттеген тастастарымда бар. Ақ пакетпенен, көк пакетпенен сатқындарымда бар. Аллағайын бітті сау болыңдар. I'm a rock star, gangsta, giving to me power, even pasta. I'm a rock star, the people give me money. I'm a rock star, gangsta, giving to me power, even pasta. I'm a rock Рахмет, Рима. Телефон из Рима, да? Смотрю, соседи мощные, да? Какой роли? Алмалинский. Алмалинский деген қыздар жасыз деп қояды. Рахмет. Қандай сөз айтыңыз? Раскованная, да? Роскошная, резкая, решительная. В общем... Она у нас роскошная, да?
Ревнивая деп отыр. Шапалақ соқпай вот. Это расческа вам. Для вас точнее. Вообще прическа емес. Забудьте, что такое салон красоты. Все не говорю, да? Рахмет. Вам сколько лет, Рима, сейчас? Мне 25. 25, да? Я думал, просто у вас шанс есть. Ладно. Ал енді келесі әріп қандай әріп? Буква Л, да? Л әрпі. На букву Л какие еще хорошие слова знаете? Касаемо Карлыгаш и Нуржан. Любимая еще. Ласковая. Нуржан потом көйлеген айтады. Асықпай. Көйлек айтып жүрген что-то? Да, Нуржан, да. На букву Л қандай? Любимая. Любимая, это маэстро, он сколько наш хороший надо. Любимая. Кстати, кадр зауық болды ғой. Она моя любимая. Она моя любимая. Она моя любимая. Шапалақ соқпай, да? Рахмет. Ал енді келесі әріпін беріп. Буква Л, да? О әріпі. Операция И. Буква Э. Ырысты, о! Беріп шығады. Ырысты дейді. Келіш ортаға беріп. Есімі кім? Назира апай ортаға шығады. Ваши бурные аплодисменты. Шапалақ соғып отырайық. Назира апай танцуй выходит. Рахмет. Оны көрген Любан шығаратын ем? Ал, қандай сөз айттыңыз? Ырысты деп атар. Біздің қарлығашымыз ырысты ма? Дастархан әрқашанда ырысты, берекелі ма? Шапалақ соғып отырайық. Грациозная. Только мы с вами вроде общаемся, да? Гениальная еще. Буква Г. Гармоничная. Еще. Прям соседи все знают, да, про Карлыгаш? Грациозная. Еще. Апа, шыға қойшы да, баған бер жақсы қатысып отыр кішкене соңына қалдыр. Ортаға келем ғой да. Шапалақ соғып отырайық. Нұржандай болмаса болмасы да. Жетеліп алайын. Ай-яй-яй. Рахмет. Мамасал, қандай сөз айттыңыз? Грациозная. Грациозная. Еще. Айта беріңіз тағы. Бәріміз қосыламыз. Айта беріңіз айтыңыз. Виноватый и валы. Аккуратная, грациозная, любимая. Шапалақ соғып қойшы. Бұндай сөздерді көп аналар келіндерін айта бермейді. Сіз сияқты аналарым заман болсыншы да, сіз сияқты осы келіңіз қасыңызда ыстық шайын ішіп жүре беріңіз, немерелеріңіз көбейе берсін. Күнде ыстық, отта ыстық дедім ғой, одан ыстық болады екен немере. Немерелеріңіз көп болсын. Ал, мы дальше продолжаем. Следующая буква у нас какая? Буква А. Поехали. Ақылды, тағы да. Маса. Еще. Ақ көңіл, адал дос. Еще.
Буква А. А әріпі, туысқандар. Қарлығашқа қатысты қандай жақсы сөздер білесіздер? Буква А. Адал, аяулы жар. Сіз айтыңызшы, бағаннан бері. Күшті айтып отырсыз ғой да? Айтып отырсыз. Точно шығарам. Ақ көңіл, ойба күшті сөз келе қойыңыздар. Келе қойыңыздар. Ортаға билеп шығарыңызшы. Микрофон жақсы. Ал, қандай сөз айттыңыз? А әріпіне соң бәрін айта алмайсыз ба? Ақылды, ақ көңіл, адамгершілігі мол. Ажарлы. Асыл. Аяулы жар. Асыл ана. Асыл ана дейді ғой. Өзіңізді неяқты бағаны мен қарап отырмын кішкене не түсіндім да осындай әлемдегі ең әдемі аналар аман болсыншы да бір шапалақ соғып қояйық. Күн керемет көрінер күндізімен, түн керемет көрінер жұлдызымен, қолда барда аяла шама келсе, адам артық көрінер оғызымен дейді. Бұйыртса енді бір кереметті дүниеге әкелейін деп жатыр екенсіз, аяқ қолыңызды жақсылап қолыңызға алып, аман есен босаныңыз. Ал сізге көп рахмет. Как раз анда выпискада керек болады. Салып қайтса барып кезде. Рахмет. Ал последняя буква у нас осталась, да? Буква Ш, да? Шымкентскийлар жақсы біледі. Да. Шустрая, еще. Шырайлы. Шыншыл, тағы да. Шынайы. Вот шынайы да, бір шапалақ соғып қояйықшы. Рахмет. Шаңырағы биік болсын, маэстро, шапалақ соғып қояйықшы. Келші ортаға да. Жақсы айтыңыз. Билеп шырайық. Рахмет, балаңа шай ішіп отырмаңызда дұрыс қатысып көріңіз негізі. Басқа нәрсе ішіп жақсы қатысыңыз ба? Қандай сіз айттыңыз? Шаңырақтары биік болсын. Шаңырақтары биік болсын деп отырмыз. Все согласны, да? Люба, что у вас говорит? Все хорошо будет деп отырмыз. Сіз переводтамаңыз, Люба бізде қазақша жақсы. Қазақша түсіне ме не? Мен немене телеп отырмаған қазақша сөйлейміз бе? Қазақ байқұс біз дегені бір орыс келсе болып сөйтеміз ғой, бәріміз жабыламыз да. Орыс емес па? Айман сияқты что-то? Екі рет подарок алса да. Ал, болды, Люба, айтпайсың бұған бер? Мен бұғана список жазылып кезде уже начал потеть, надо, оказывается, на русском разговаривать, Люба приедет. Ал шапалақ соқпай, айтқан сөздеріңізге, тілектеріңізге қозғалтын болсаңыздар, баған алдарыңыздағы вокалдан, шөпелеріңізден алып отырыңыздар, шапалақ соғып, бүгінгі той мерекемізді әрмен қарай жалғастырайық. Той баршамызға құтты болсын, той барлығымызға жұғысты болсын. Қадірлі ағайындар, дорогие друзья, дамы и господа, мы продолжаем наше мероприятие. Туған күнімізді әрмен қарай жалғастырайық. Ұлыс нөмір сарқылмайтын, бақыт болыс нөмір таусылмайтын, берсін қарлығашты қызымызға қозғақ өмір бол уақыт еш уақыт мәңгілік таусылмайтын дей отыра, бүгінгі ағаларымызды ортаға шақырсақ деген ойдамыз. Яғыртын кезде Ақылтай және де Майра дейді ортаға келіңіздер, әдемі билеріңізді билеп, тамаша тілектеріңізді айтуға ортаға келіңіздер. Рахмет, ал. Құрмет қадірлі ағайындар, тамаша тілегімізді, сөзімізді бәріміз бір адамдай болып тыңдайық. Аға, микрофон өзіңізде.
Ал Қарлығаш, туған күн құтты болсын. Ең бастысы денсаулықты. Дені сау болсын, ойлаған ойларынан орындала берсін. Бүгін міне кішігірім туған туысты, достарымды, көршілерін жинап атап өтіп жатсын. Құтты болсын. Ешкім сөзін дайын ортқан жоқ қой, бәрі жақсы әңгімелесіп отыр. Жаңағы бір не бар екен, сіздер тыңдасын деп отырмын. Ана бір елде, бір кішкентай ел бар екен, сол елде енді ұл болсын, қыз болсын дүниеге келген кезде таңертең тұрып бірінші шешесін құттықтайды екен. Гүлін алып барып, шеше, рахмет, мен дүниеге әкелгеніме деп. Сондықтан Перизат, құтты болсын туған күн сіздер тікір мына елінен. Сол ғабиден барлықтарыңыз аман есен болып, 100 жасаңыздар, осы балаларыңыздың қызығын көріп жүре беріңіздер. Қарлығаш, сол ата-аналар, құрметтеңдер. Енді самый главный смысл жизни, это дети дейді ғой, ата-аналар мен дети. Но отдельный смысл жизни это друзья дейді. Сондықтан достарыңызға да рахмет, осындай достықтарыңыз берік болсын. Әрқашан сіздер де аман есен болсыңыздар. Алла әйтеуір тек тойда кездесіп, бір-біріңіздің қызықшылықтарыңды жаңағыдай бірге атқарып жүре беріңіздер. Барлықтарыңызға рахмет. Көкке туған құтты болсын. Сізге де көп рахмет, рахмет. Бірі болыңыз, түрі болыңыз, жақсы адамның бірі болыңыз, бар болыңыз, нар болыңыз, Алматыда керемет күртой бай. Сіз болыңыз деп ұштап салуды. Қақыз болсын көй мерекеде тамаша көйлек кимен жүре беріңіздер, келе беріңіздер. Туғаныңыз құтты болсын. Той мерекеміз баршамызға құтты болсын. Ал бүгінгі керемет жайып жатқанда дастарханнан алып отырыңыздар, салып отырыңыздар, әңгімелеріңізді айтып жағып отырыңыздар. Той мереке баршамызға құтты болсын. Қыздарымыз бақытты ғұмыр кешсін, ең керемет отбасылардан бірі болсын деген ойдамыз. Қазір өзі енді қисық сөз қалжыңға жақсы дейді ғой. Яқта ата-апаларымыз отыр. Бір кезде бір атамыз бен апамыз пенсиясын алып үйде отырса, апамыз айтып жатыр дейді, әй шалау, кішкене жастық шақты еске алып, паркке бармадық па саябаққа деп. Сөйтсе, апамыз бен анамыз паркке барып, кешкі сағат 6 мен 7 уақытысы болған. Апамыз айтып жатыр дейді, әй шалау есінде ме, осы саябақта 18 жас кезімде кездескен кезде менің маңдайымнан иіскейтін ғой кешкі сағат 6-7 кезінде деген. Сөйтсе атамыз айтады дейді, есі бар өзім солтүстік кемпірім ескесем деп маңдайына бір иіскеп алады дейді. Әңгімеден әңгіме қызған, жастық шақты еске алған, сағат 9 бен 10-ның арасы болған кезде апамыз атамызға қарап айтып жатыр дейді. Әй, шалау есінде ме? 18 жас кезімде кешкі сағат 9-10 кезінде менің бетіне сүйетінім бар еді ғой деп. Атамыз апамыздың бетіне бір сүйіп алыпты. Сөйтіп әңгімеден әңгіме қыза берген, түнгі сағат 12-те жақындаған. Сөйтсе апамыз атамызға қарап айтып жатыр дейді, шалау есімде ме? 18 жас кезімде мен түнгі сағат 12-де айдың жарығымен шиедей ермен сүйетінім бар еді ғой деп. Сөйтсе атамыз жан-жағына қарап ұялып жатыр дейді, әй кемпір ұят болады мынау. 21-ші ғасырда паркте екеуміз сүйісіп жатсақ не болмақ деген ғой. Сөйтсе апамыз ары қарап бұрылып ренжіп жатыр дейді. Все, уже любовь пропала, ты меня уже не любишь, деп ары қарай бұрылып ренжіп жатыр. Сөйтсе атамыз ары қарайды, бері қарайды, вроде бы ешкім жоқ, апамыз еріне сүйіп алыпты. Сөйтіп жоғары жақтан бір мен сияқты жас бала охранник жүгіріп келе жатыр дейді. Ата, апа, не істедіңіздер? Бұл паркте сүйісуге болмайды, бұл паркте сүйіссе штраф деген ғой. Сөйтсе атамыздың қалтасына пенсиясы отыр, ай балам штрафты қойсам қой деген ғой. Ата, сізге 50 теңге штраф, апама 150 теңге штраф деген ғой. Сөйтсе атамыз ашулан кетіп, неге маған 50 теңге, ападан 150 теңге десе, охранник былай айтып отыр дейді, сізді бірінші рет саттым, сол үшін 50 теңге, апам досымен үшінші рет саттым дейді. Сол сияқты ата-апаларымыз аман болып жүре берсін, тек қана осындай жасылықта кездесейік. Былай қараймын, көбінесе мекта 60-70% әйел кісілер отырды. Бір кезде бір қазақ елімізден хандар көп болды ғой. Қазақ елімізде бір мықты хандардың бірі болған екен. 10 әйелі бар екен. Бір бәйбішесі 9 тоқал болған екен. Ондай әйелдің көпшілігін қайтейін, бір нәресте сүйе алмай жүр екен бағанағы. Елдің қарғысы дейді ма, не болды түсінбейді. Барлығы босанады шетінен, бірақ шетінеп кетеді. Сөйтсе, бір мықты бір тәуіп айтып жатыр дейді, сіздің басыңызға бір қарғыс болған. Сол қарғысты шешу үшін
арманы жоқ әйелдің дамбалы керек деген ғой. Сөйтсе батыр бүткіл елге жібертіп батыр дейді, оңтүстікке батысқа бүткіл жаққа қазақ еліне арман жоқ әйел тағын деді. О заманда бұл заман арман жоқ әйел бар ма? Ол кезде примерно бір 11-ші ғасыр, 15-ші ғасыр. Сөйтсе ар жүреді, батырлары бері жүреді, бәрінің бір мелкий арманы бар. Сөйтсе бір кезде әйтеуір шаршап, шалдығып қойғаны ханның сарайына қарай жақындай берген кезде өз ауылдарынан бір арманы жоқ әйел табады екен әйтеуір. Кішкене кедейлі отбасы, көйлек кішкене жыртылған екен, көйлек ескілеу екен. Сөйтсе осында ханның бұйрығымен жүреді, кісіде точно арман жоқ болса, вообще грамм арман жоқ деп. Тағы да кетіп деп сүйінші жүретіп, бағана ханның кабинетіне кіргізіп жібереді. Енді хан болса да біреудің дамбалын сұрауға ұялады ғой. Сөйтсе айтып жатыр дейді. Осындай басыма қарғыс болды. Енді ренжімесеңіз дамбалыңызды беріңіз деген ғой ханда. Сөйтсе, анау ханға бағана анамыз қарап күліп жатыр дейді. Ой, хан еке ренжіме, менің ойымда арманды жоқ, бұтында дамбалында жоқ деп. Сол үшін арманы жоқ әйелдер аман болсын. Тек қана отбасыңызға жақсылық тілейміз. Ал енді келесі әдемі ақ тілегімізді вообще 1 грамм арманы жоқ ағайындарға бергіміз келіп отыр. Яғни айтқан кезде жұлдыздың вообще грамм арманы жоқ деп жазсыз ғой, да? Вообще без каких-либо мечты, желаний, она уже самая счастливая дама жұлдыз, және де сол керемет бақытты әйелдің қасында жүрген Бауыржан деп жазған екен. Ордаға келіңіздер, шапалақ соғып отырайық, келіңдер беріп шығыңыздар. Рахмет, рахмет. Ал әдемі ақ тілек, бас тілек өздеріңізде. Қарлығаш, туған құтты болсын, достары көп болсын, бауырлары көп болсын. Жасына жас қосыла берсін, бақытты болыңдар, бала шағаның көп болсын. Неге бала армандап жүре бер, арман орындала берсін. Сол дастархан тек жатқа жайдай берсін. Көрші Алғаш, жаңа жасың құтты болсын. Өмірдегі барлық жақсы тілеймін. Әйел бақытын тілеймін, ана бақытын тілеймін. Достарың көп болсын, ағайын туыстарың аман болсын, еліміз тыныш болсын. Әрдайым осылай үйіңде тек қана жақсылық, қуаныш көп болсын. Қайнағам екеуің бақытты болыңдар. Ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп дейді. Сіздер сияқты жақсыларымыз аман болып жүре берсін. Тойға не әкелдіңіздер жалпылай? Жоқ, одан басқа тұр. Биді көрдік, бір ән айтыңыз ба екен? Тазасы түріңіз осатын сияқты ғой жота. Түріңіз осатын тұрып жеңгеріп жота нормально өлең айтатын сияқты. Келі ғой, жұлдыз бағаны бір мақтауы ұлтымыз келі ғой. Бірге айтамыз келі ғой. Ар жүрсің қайда? Біргеді ғой жанымыз, еске алыпсың осындайда, мен шырқайып бәріміз. Келесі жыл бір ақындарға айту керек, бір абысындар деген өлең шығарсыздар. Емесе хотя бы Қарлығаш жұлдыз деген да. Переговоры не беспокойтесь, да? Ал енді тағы да ән жоқ па? Сендерге әрдайым орын бар, ақ отау төрінде қоныңдар, ақ тілек батамыз мінекей, бақытты болыңдар. Бұлай жалып үйде сөйлей ма? Үйде сөйлей ма жалып? Сөйлесіп сіздің өміріңіз қыз сияқты ма? Наоборот, біздің балка многогранный ол, әшейін қазір неғып тұр ғой, ялып тұр ғой. Ялып тұр ма? Все, хорошо, сіздерге көп рахмет. Ал енді, бәке сіздің сөйлегеніңізді көрдік, әніңізді көрмедік, биіңізді бір көріп, билеп бір орныңызға жайғасыңыздар да, той мереке құтты болсын.
үлкен асы, 5 бармақ, ет. Жасқа деген бата, басқа деген, дастарханға деген, бүгінгі тойымызға деген бір ақ батаңыз болсын мұсылман қауым. Аумин. Аумин. Дастарханнан дәм кетпесін, көңілімізде сән кетпесін. Ұрпақ аман есен болып, әрқашанда аман есен ел жұрт аман болсын. Аумин. Аумин. Аллаху акбар. Аумин деп қойыз, мен де бір жалайырдың баласымын. Найманның бажасымын, Албанның күйеуі бола сола, мен де бір тілегім қабыл болып қалар. Айтатын сөзіңіз Алла болсын, жүрегіңіз иман болсын, ұстаған кітабыңыз ақ бата болсын, аулаңызда жасыл бал болсын. Келсе алған кезде көке, ау костюмнің рубашканың ішінде толған $1 000 ақша болсын. Аумин деп қойыз, аумин. Аумин ал, құрметті қадірлі ағайындар, үлкен астан алып отырыңыздар, салып отырыңыздар, әңгімелерді айтып жағып отырыңыздар, той мереке баршамызға құтты болсын, той мереке бәрімізге жұғысты болсын. Үлкен ас керек кезде сіздерді ән айт би биле деп мазаламақ қояйын, той баршамызға құтты болсын. Бір сіздер мен біздердің арамызда 10 минуттай үзіліс болсын. Қалбарекелді, құрметті қадірлі ағайындар, достар, бүгінгі керемет туған күнімізді, тойымызды әрмен қарай жалғастырайық. Бүгінгі той құтты болсын, бір шапалақ соқпайық. Маған береді, кім ет жеді, қолын көтерсін, оң көтерсін, ет жеген ағайындар, оң көтерсін. Правую ручку поднимаем, да, вот, кто мясо кушал? Все кушают, да, мясо, да? Вот, ставим на плечо соседа, да. Он жақтаға қолын стоит, да, вот. Надо, серьезно говорю, надо ставить, да. Маған беретін кішкене бір сағатты отырғым, кішкене шаршадыңыздар, после мяса обязательно казахам нужен массаж. Массажируй правой рукой, правое плечо нашего гостя с правой стороны, да. Серьезно? Уступал сторону нормально? Массажируй, да. И говорим, ты очень хороший человек. Он айтыңыздар, он жақтағы адамға, ты очень хороший человек, да. А айтыңыз, да, Люба, говори сюда. Ты очень хороший человек, да? Теперь вот левую руку поднимаем, ставим на плечо соседа, да? Тоже массажируем. Жаман массажға қайттан ұшқылаймыз, да? И говорим, ты тоже нормальный человек. Осындай нормальный человектер бақытты болсын деп жарып шапалақ соқпайық, той боласын. Қазір айтар, бір тойым бар болатын сөзсіз менің, дәл қай күні болатын айта алмаймын. Тойда болар оран сондай, қарттарыны кетіп беден бір ән салмай, 25-тен бәрінде сабылдыртам, кемпірлерге қыз күнін сағындыртам. Жанам деген жүректерге от беремін, шауам деген жігіттерге ат беремін. Мен бар жиған тергенімді, тамаша бір тойғылы өткереді бүгінгі таңда. Біздің Нұрекеге бір шапалақ соқпайық, бүгінгі аяулы жарымның туған күні ғой деп сіздер сияқты жақтармен жайсындардың басын қосып отқан ағаларымыздың бірі. Ал құрметті қадірлі ағайындар, тағы да келесі әдемі тамаша тілегімізді құрметті достарға берсек деген ойдамыз. Дорогие наши друзья, Шынар Амантай, Кайсар Назира, және де наша прекрасная хит нашего тоя тет Люба, Нұрбек Айдана дейді. Ортаға келіңіздер. Қарлығаш бүгінгі туған күнің құтты болсын, жасыңа жас қосыла берсін, Нұржан екеуің бақытты болыңдар, бала-шағаларың аман болсын, шаңырақтарың биік болсын. Барлық жақсылық тілеймін сіздерге. Бұл жердегі қонақтардың барлықтарына амандық тілеймін, денсаулықтарыңыз мықты болсын, танысқанымызға қуаныштымыз. Той жалғаса берсін, үстіп жақсылықта тойда кездесейік. Ал ең бірінші Қарлығаш, Нұржан, бүгінгі туған күндері құтты болсын, денсаулықтарың мықты болсын, аспанымыз әркез ашық болсын. Амандықты бәрі бүкіл өткен жылдармен кете берсін. Елімізде бейбітшілік болсын, жақсылық болсын, береке болсын, ынтымақ болсын, татулық болсын. Қарлығаш саған ұзақ өмір тілеймін. Анау құлын кішкентай балапандарың өзінің ер жеткізіп, солардың қызығында тоймай жүре беріңдер. Ата-аналарымызға бақыт тілеймін, өмір ұзақ өмір тілеймін. Ұзақ өмір,
нұржан екеуің қол ұстасып бірге қартайыңдар. Ол енді тағы бір 50, 60, 80 жыл қосылсын. Не деймін, мына кішкентай балапандардың қызығын көріңдер. Солардың қызықтарына тоймай, ата-аналарымыз жандарымызда болсын. Сол бірге қызықтарына тоймай жүре беріңіздер. Шаңырақтарыңыз биік болсын, тек қана жабысылып, той болып жаңағыдай күліп ойнап жүре беріңіздер. Келіп жатқан туған туысқандарыңыз, достары, тілек айтып жатыр ғой, сол тілектердің бәрі Алланың құлағына шалынып орындалсын деп тілеймін. Сол барлықтарыңызға ашық аспа, зор денсаулық, күліп ойнап жүре беріңіздер. Атам қазақ айтады екен, ұялма, ұялғанда көршін аласың. Сондықтан мына жерде ит ойнағанда көршіңмен жақсы болды екен, ол дүниеге барғанда сұрайды екен. Сондықтан айтып жатырмыз онда, көршілер, достар деп бәрімізді достастырған Исаева 125. Сондықтан енді көрші болғаннан кейін көршіден сыр жоқ дейді ғой. Біраз көршілес болдық. Енді ол жерде қазір біз көштік, мына кісілер де көшіп кетті, енді мына кісілер де көшіп. Әйтеуір бәрібір достық бітпейді. Енді біз үшін Нұржан мен Қарлығаш үлгілі отбасы Алланың қалауымен осы 22-ші жылды осы кісілердің үйінде қарсы алдық. Сондықтан не дейміз енді, Қарлығаш енді біздің Назира екеуміздің өте жақсы көретін сіңіліміз, туыстай болып кеттік. Нұржан енді ол мақтанатындай, қайын жұрт айтып жатыр, мақтанатындай, кәдімгідей үлгі тұтатындай күйеу бала. Сондықтан екеуінің жастары бізден кіші болса да, сондай білгендері, сондай танығандары, кісі сыйлағандары өте керемет. Сондықтан Құдай тіл көзден сақтасын дейміз. Кішкентай балаларын аман есен болып, дәл өздері сияқты тәрбие беріп, қашанда өздерінің достарының, туыстарының алды болып, бізбен қашанда жақсы дос болып, заманымыз тыныш болып, аман есен жүре берсін. Мына жерде енді Қарлығаш айтып кетті ғой, Байқадамның қызы деп. Енді Байқадам деген біз үшін туыс қой енді. Байқадамнан десе әйтеуір ішіміз жібіп тұрады. Мен сол Байқадамның қызымын. Абул Бөгенбайдың қызымын. Анамның аты Мираш. Әкем әртістікі, білесіздер ғой, Бөгенбай деген. Шешем Жәкіманікі. Сол Байқадамда мектеп бітіргенбіз. Мына кісіні танып отырмын. Мен Манар деген сіңілдеріммен бірге оқыған. Сондықтан біз сол жақта өстік, 11 сыныпты бітірдік, 10 сыныпты бітірдік, сөйтіп Алматыға келіп, оқуға түсіп университетке, сондай мынандай тамаша жігітке тұрмысқа шығып, Найманға келін болған жағдайымыз бар. Сондықтан не дейміз енді, тек жақсылық болсын, заманымыз тыныш болсын, қаңтардағы жағдай ешқашан қайтып келмесін. Жаман дерт дейді ғой мына. Ковид деген бәлемен 2 жыл алыстық, Құдай оның бетін алғызсын. Дәл сол кезде енді бәріміз бір-бірімізбен татуластығымыз, достығымыз күшейді деймін. Ол да біз үшін бір сынақ шығар. Атуазаннан кешке дейін жұмыс деп елдің өмірге кетесің. Сондықтан бәріміздің үйімізде осындай дастархан болсын, тек жақсылық болсын. Мына көрмеген кісілермен танысқанымызға қуаныштымыз. Тек жақсылық болсын. Мына жерге мына Люба деген подружкамыз келіп отыр. Қарлығаш мен ақыл таныған olsun. Өте ұлты басқа болса да, өзіңіздің қазақ сияқты өте гостеприимная, буду по-русски говорить, чтобы полностью понимал. Өте гостеприимная, сондай жақсы, как старшая сестра нам. Всегда помогает, выручает. Молодец, Любочка. Тебе слово.
оставайся всегда такой обаятельной, красивой. На мой взгляд, сегодня ты самая счастливая женщина, мать. Я вот за период нашего знакомства, сколько мы знакомы, вот несколько лет, я хочу подчеркнуть одну черту этой женщины, казахской женщины-мусульманки. Для нее, я знаю, что Нуржан нет, ничего не скажет, но были моменты, когда как жена покорная, она ждет слова, завершающее от мужа. Это в наше современное время, это очень большая редкость. Конечно, Нуржану повезло на все 100. Но я хочу подчеркнуть еще, что и Карлыгаш повезло на все 100. Вы дополняете друг друга. Я не просто так говорю, что вы образец для молодых семейных пар. Хорошая мать, хозяйка, жена, дочка, ваши отношения. Я вот первый раз в вашем кругу, и мне ваше уважение к старшим, что к матери мужа, что к своим, у тебя это все прекрасно получается. Оставайся такой же, не меняйся. Машалла, дай Аллах тебе здоровья, женского счастья, любви и достаток в жизни. С днем рождения! Я в первую очередь хочу поздравить мам. Это, во-первых, ваш праздник, потому что это ваша общая дочь. Мне всегда очень интересно посмотреть на родителей. Для меня это просто показатель. Я увидела, Карлыгаш, черты кокетливой, красивой мамочки, очень интересной женщине. Я думаю, характер у нее от папочки. Видно, что мужчина с характером. И, конечно же, прекрасная свекровь, на которую похож Нуржан. И мне показалось, что его доброта – это в маму. Ну, я думаю, что вроде бы все совпадает. И я очень рада, что, Нуржан, ты женился на Карлыгаш, потому что у меня в юности был такой сборник высказываний казахских поэтов. И там было написано: прежде чем жениться, посмотри на будущую тещу. И в будущем твоя жена будет точно такой же, как она. Поэтому, Нуржан, я очень рада сегодня увидеть твою маму, тещу. И я поняла, что тебе точно повезло. Тесть это само собой, тут даже не обсуждается. И поэтому я хочу сказать, что ты счастливый парень. И твоя задача в этой жизни состоит в том, чтобы ты всегда ухаживал за своим цветочком. Я так поняла, что мама столько в любви вложила в своих красивых девочек. И ты должен продолжать эту роль. Почему? Потому что когда жена довольна, благополучие мужчину не покидает. Поэтому еще хочу сказать одну самую главную вещь. Только в 40 лет ты понимаешь, что главное не карьера, не хобби. Самое главное – это семья и дети, сплоченная семья. Семья – это что? Это почти что контракт партнерский. В семье работают двое, 50 на 50. Я думаю, вы люди умные, зрелые, и вы должны вкладывать в свои отношения, развивать их 50 на 50. За твою красавицу жену, за то, что у нее такой добрый муж, и ты, наверное, единственный наш сосед, которого любит мой муж со всего дома. И он сказал: мне так нравится Нуржан, говорит, единственный в нашем доме. За вас. Құрметті қонақтар, Карлыгаш Нуржан, Карлыгаш сыйлығымен құттықтаймын. Ең бірінші ата-аналарыма үлкен алғыс айтамын. Сіздердің денсаулықтарыңыз мықты болсын, сіздердің көңілдеріңіз әрқашан балаларыңызға деген ниетіңіз, тілектеріңіз ақ болсын. Соның арқасында осы біз балалар өсеміз, өркендейміз. Сол сіздердің отбасыларыңызға тек жақсылық тілейміз. Шынымен де Карлыгаш ешкімге ұқсамайтын, өзінің ерке мінезімен ерекшеленеді біздің ортамызда. Біз өте құрметтейміз, қадірлейміз.
дос болғаныңызға қуаныштымыз. Тек жақсылықты тілейміз. Прекрасный возраст, прекрасное время. Сейчас такое интересное время, которое мы переживаем. Самое главное, чтобы ковид прошли, как сказали, что самое главное, чтобы у нас было длинное небо над головой. Вот. Нам было больше семейного счастья, любви. Детям только здоровья, счастья, чтобы они росли на радость мам. Вот. Всем присутствующим тоже большое спасибо. Ну и давайте так разгажем. Рахмет достар. Істеген егін, дос дегені жүрегін, дос деген тамаша, оны жақсы білем дейді. Қоршауында таспен емес, қоршауында доспен осындай керемет достарға, көршілерге бір шабуыл соқпай. Ал достар, Түрлебі, ән бар ма? Бір ән бар ма? Слушайте, вообще впрямую не понимать. Да, у нас обязательно вот после мяса надо песню петь. Да. Раздан кейін ба? Ал енді атамыздан тағы да бір ас қайырып, ақ батасын алып, барлығымыз сыртқа бір антыраққа шығып келейік, билеттеріміз беріп, демалатынымыз демалып келейік. Әумин! Ақыл айтасына берген денге сауық берсін. Әрқашан бұл жақсылықта қуанышта басымыз қосыла берсін, дендеріміз сау болсын. Әумин, Аллаху акбар, беріп отқан ақпаталарыңыз қабыл болсын. Ал жарты сағаттық бір үзіліс болсын, сыртқа шығып демалайық. Ал барлықтарыңызға көп рахмет. Бүгінгі тойымыздың екінші бөлімін бастаймыз. Той баршамызға құтты болсын. Той барлығымызға жұғысты болсын. Бір дұлға шапалақ соқпайық. Бүгінгі думан кешіміздің барлық қонақтары. Тойым тойға ұласын, салған әнін құрасын, сәнім берсін сәкеннің, әнім берсін күләштің, туысқандар-ай, құтты болсын тойларың, баршаңызға бақытты. Рахмет, тойларыңыз тойға ұласын. Бүгінгі таңда сіздер сияқты жақсылар мен жайсаңдардың басын қосып, керемет той, керемет туған күн жасап жатыр. Сендер аман болыңдар, жақсы адамдар, бұзылмас тастамалдар, табанның астында жатады әлі, пенделікті көріп асыбағандар. Жақсы көрем сендерді жақсы адамдар, жүрегінде үйткені әппақ ар бар, сізде жылы шырқалар асқақ ән бар, құрып кетсін көрілмас патшағарлар. Жақсы көрем сендерді меннеліктен, мінезім бар басылмас күлге біткен, адамдықтың алдында ала сұрып, биік тұрған қашанды пенделіктен. Жақсы көрем жақсы адамдар мен сендерді, мен де бір сәт көтеріп сенденді, сіздер салған адал жол арғын атын, болашаққа көрсетіп берсем болды дейді. Бүгінгі таңда керемет жақсы адамдардың тойы отыр, жақсы қыздарыңыздың туған күні отыр, бір жақсылапты бұл шапалақ соқпай. Ал келесі әдемі ақ тілек кезегін осы жақсы адамдардың жақсы достарына берсек деген ойдамыз. Яғни ұжымдас коллектив, они самые богатые ребят наши города Алматы деп жазған екен. Ваши бурные аплодисменты. Қайсен Шынар, Женісбек, Мөлдір деп жазған екен. Ортаға келіңіздер. Любви до головокружения и чумового настроения и самых преданных друзей. Рахмет ал. Тамаша тілек, керемет тілек өздеріңізден болсын. Ұжымдастар қай жақта жұмыс істейді? Ауыл арасында? Милиция емес пе? Шашын сылап беріп отыр ма? Просто витамин жетіп деген емес па? Қарлығаш, бүгін сенің туған күнің,
кіндігіңді жібек жіппен болған күнің, ағайын, құрбы құрдас, туысқанның ортасында туған күнді дірілдетіп жуған күнді жуа бер. Біз соның себепкер болып, әрдайым жаныңыздан табылайық. Сол, Нұржан екеуің бала-шағаларың қызығын көріңдер. Ойдағырда әкешілі шешелерің аман болсын, жақсылық болсын, жүзге келіңдер, еңбектерің жемісін жеңдер. Ассалаумағалейкум, ағайын туыс, сіздермен танысып жатыр. Алғашқы Нұржан шаңырағында сіздер аман болыңыздар, бірінші рет көріп жатыр. Өздеріңіз той боласын. Екіншіден Қарлығаш туылған күнің құтты болсын. Өмірде Нұрекең екеуіңе бар жақсылық тілейміз. Нұрекеңе оған звондап жатырмын. 4 ноябрьде арты митинг болып өтеді. Январда. Сол сияқты әр нәрсенің өзінің бір сәттері ғой, қызық күндері. Осындай болып, әдемі болып жүре берейік. Бір-біріміздің осы алтауымыз қуанышымызда тілектес болып, сыйластығымыз артсын, сіздермен танысқан қуанышымыз. 100 жаса бағанан бері айтылып жатқан тілектердің бәрі қабыл болсын, соның қуанышында біздер орталарында жүрейік. Міне бүгінгі құрметті қонақтар, сіздермен біріншіден танысқанымызға өте қуаныштымыз. Жалпы бүгінгі Қарлығаштың туылған күні құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, сіздер аман болыңыздар. Күйеу балаларыңызбен, осы қыздарыңыздың қызығын көріп, балапандарыңыздың жақсылығын көріп жүре беріңіздер. Осындай кең дастархандарың жайыла берсін. Нұржан, Қарлығаш бүгінгі туылған күні құтты болсын, жасыңа жас қосылсын, достарың көп болсын. Осындай тек жақсылықта, осы бір нанымызды бөлісіп жүре берейік. Қарлығаш туған күні құтты болсын, денің сау болсын, самое главное, бақытты әйел, бақытты ана бол. Бәріңізге денсаулық, жақсылық болсын семьяларыңызда. Көп рахмет, тұратын сізбе? Да. Яқта первый бастық Нұреке Қарлығаш, потом я второй, да? Шын ғой, екінші бастық мен. Ал өлем жоқ па, как смотрю, таза билейсіздер. Ал үйлеріңізде бағана әдем-әдем ақ тілек тұр, сіздерге де бір тамададан бір тілек болсын. Лайым осындай ыстық жаз болсын, үйлеріңізде бесплатно услуга газ болсын, жаманшылық ойлайтын адамдар аз болсын, бар болсын, шаштар түсіп таз болсын деп жүрміз. Шәугім шәйнектеріңіз, жеңгелер шоқтан түспесін, қазандарыңыз оттан түспесін, ұл қыздарыңыз аттан түспесін, қастарыңыздағы біздің красавчик ағалар әр қашанда тақтан түспесін. Негізі сіздер жақта білмеймін, біздің жақта осындай жақсы тосайт отқан кезде бір тамадан қалтасын салаттар бар еді. Ал енді бір үй болсын, коллективтің атынан. Если предложение в карман будете, ну, принимайте. Рахмет, шаршамай жүрсіздер, істер құрметтеріңіз. Жұмыста шаршамаңыздар. Бір-біріңізге шаршамаңыздар. Şarşama tek şarşama, var ya kolum kalça, şulhum
ой шаршамай, аяқ қолым талсамай, шарқыма бір биік, шаршадым ұрқарай. Рахмет, коллектив. Құрметті қадірлі ағайындар, вот хотел спросить, да, как проходит наш праздник, день рождения, наш прекрасный Қарлығаш, да? Той қалай өтеді, бір шапалақ бар ма, да? Той қалай өтеді, дәл сөйлеп бір шапалақ соқпайық. Яқта жалпы екі жақпен тағы да бір кішігірім бір ойын ойнаған келіп отыр. Қазір әр столға өзіміз білетін кезінде ағаларымызда, аталарымызда айтып жүрген әндерін бір қойып отырам. Соның қайырмасын кім жақсы айтады сіздердің сол араларыңызда, соған берем. И вас также песню споет, да, оның теге біреуде кетті, точно айтады. Қазір үйге барып ашасыздар, да. Ал бірінші өлеңнен барлықтарыңыз білесіздер, Шамшат ағамыздың жазып кеткен керемет әндердің бірі. Бүгінгі енді Қарлығаштай анамыздың құрметіне қойық деген ойымыз бар, және құдағиымыздың құрметіне қойық деген ойымыз бар. Менің жарығым, сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған. Сен бердің қоспардан қадымызға маған, маған тажылым өзіңе арнаған. Әдеме аян өзіңе жегізсін, саған жер саян қолым ешін. Есейе кетсем де мен саған сәлеймін, көңілді көктемдей көзіммен танимын. Есейе кетсем де мен саған сәлеймін, көңілді көктемдей көзіңе танимын. Өтеуге борыш Көкесінде жақсы қатысқан яқта енді біздің құрметті Қарлығаш қызымыздың әкесіне бір шапалақ соқпайық та, қандай керемет. Сізге көкесі тез жақын болса қажет болады. Негізі Нұржан аға, сіз өте бақытты жансыз бар ғой. Енеңіз вообще сөйлемейді екен, өлін айтпайды екен да. Вообще там прям завидую бар ғой, шын керек. Осындай мамаларды шапалақ соқпайық да. Менен өзі вообще бар ғой. Я айтам ба? Настоящий қазақ Нұрбекке бір қол соғып қояқшы. Молодец. Коров подоил, скотину загнал. Ал енді сол жақтардағы ағайындар сіздерге бір 21-ші ғасыр өлеңдердің бірі, оның барлықтарыңыз білесіздер, тойдың хиті. Кім жақсы айтады, соған сөздерді береді. Ваша песня. Давай, Ертас, давай.
Ивановский, да? Какой район говорили? Алмалинский. Алмалинский район. Совсем орыстан кетті ғой Алмалинский район. Хитовый жақта. Біздің міне өзім ағайындар мияқта да ауылдан келгенде бәрі да. Өзімдікілері ғой мияқта жатырқап отырмыз да. Енді жақсы сол орысша болса енді да. И снова считаем ноль. Не, сейчас. Ваш фильм сейчас поставлю. Белые розы. Я целовать и я хочу согреть теплом, но белые розы взгляд на глаза я целовать и гладить готов. Ну что, споем все вместе? 3, 4. Беззащитный шипы, что бы ни сделал снег и морозы, лед, ветрин, голубы. Люди украсят вами свой праздник лишь на несколько дней и оставляем вас умирать на белом холодном огне. Ахмед, наша самая активная участница, да? Алатауский район. Какой? Алмалинский район, улица Исаева, дом 125. Алмалинский район жасайберсін, да? Ал рахмет, келесі әдемі ақ тілегімізді осы жақта төрімізде ой тұрғын отқан көрші біздің керемет Сая деп жазған екен, және де бауырлар Нұрбол, Мөлдір, Абылайхан деп жазған екен. Ортаға келіңіздер, әдемі ақ тілектеріңізді айтуға. Рахмет. Рулик бағаны бері келу керек, да? Позитивных людей здесь не хватало, да? Тем более шашым бар екен. Ал, әдемі ақ тілек, бас тілек өздеріңізде кімнен бастаймыз, да? Ассалаумағалейкум, тойшылғауын. Біз осы Нұржан мен Қарлаштың көршілеріміз, достарымыз, бірге жақсылықта бар, бас қосып, бөлісіп, осы Қайсараға бастаған. Енді ең бірінші сіздерге рахмет айтамын. Осындай көрші таңдайды. Осы көршіміз өте керемет, ұйымшыл, активный, и главный, позитивный, всегда екеуі де позитивті. Бізге керемет, біз енді кішкентаймыз ғой, керемет бір жол көрсетіп жатыр. Сол Қарлаш Нұржан ең бірінші бір айтатын сөзім ең бірінші Алладан, екінші осы әке-шешеңізге рахмет. Алла разы болсын.
сіздердей перзентті тәрбиелеп осындай жеткізген сіздерге тек жақсылық, бірінші байлық, денсаулық дейді ғой, денсаулық тілеймін. Отбасыларыңызда тек жақсылық болсын, той болсын, бірлік болсын, әулеттеріңіз, сізде қалған ұрпақтар арғай өсе берсін, өне берсін. Ертең осы біз көрші болып, осы Нұржан мен Қарлығаштың балалары қандай керемет, қандай тәрбиелі, қандай бір жоғарыда көре берейік. Бала-шағаңыз қызын көріңіздер, тек қана бала-шағаларыңыз жақсылықты қуанта берсін. Сіздердің үміттеріңіз ақтасын. Мен ойлаймын, әке-шешеңіздердің үміттерін ақтаған шығарсыздар. Енді сол сияқты сіздердің де перзенттеріңіз сіздердің үміттерін ақтасын. Енді Нұржан Қарлығашты әрдайым қуанып жүре бер. Осы әйел деген осы бақыттың дейді. Сол бағыңа енді жақсайып бұйырыпты. Бұл үлкен нығмет. Сол төрге де шығаратын осы Қарлығаш. Ойлап тұр, Қарлығаш төрге шығарып жүрген шығар. Біз де қуанып, Нұржанның да мысалы абыройы биік жүргенде тоже Қарлығаштың да себебі бар деп ойлаймын өзім. Сол сіздердің де үйлеріңізде тек жақсылық болсын, той болсын, бақыт болсын, бас жақсылықта бас қоса берейік. Сонда дейміз Қарлығаш, оның құтты болсын, дені сау болсын, мына жерге келмеп, ақ тілектер айтып отыр, сол тілектердің бәрі қабыл болсын, құдай қаласа. Сол сіздерді танысып отырып, танысымға берсін, үлкен тойдың уақытта құдай қаласа жолға берейік. Сол барлықтарыңызға бақыт тілеймін, Қарлығаш ешқашан ауырма, дені сау болсын, көр осылай ойнап жүре бер. Сая, мен вообще соседка деп айтуға тілім бармайды, Сая, потому что біз одногодки, и біз так получилось, что біз, оказывается, с одной школы. Айтам да, жер деген қанша домалап, соны Исаевадан, мы как подруги общаемся, екеуміздің сырымыз да бар, бірге шығып. Да, и мало того, у нас еще дети пошли в один класс, в одну школу, ровесники тоже дружат. Да, собираются на лагерь. В лагерь собираются, скоро поедут. Добрый вечер всем. Меня зовут Саня, как я уже сказала, я являюсь соседкой. Мало того, что я соседка, я являюсь еще из Изюма, мы с одного города, с одной школы. Это потом уже выяснилось. Қарлығаш одна из первых с кем я познакомилась в этом доме, я переехала буквально год тому назад. Вот, и после этого мы начали общаться. И когда мы начали общаться на этапе, мы уже поняли, что у нас очень много общего. Это уже в ходе общения выяснилось. Вот. Потом выяснилось, что у нас дети пошли в одну школу, в один класс еще пошли. Это было вообще нонсенсом, да. И вот, Қарлығаш, обращаюсь к твоему дню рождения, хочу пожелать тебе самое главное — это гармония. Хочу пожелать твоей семье, чтобы в вашей семье всегда был уют, радости, здоровья крепкого вам, вашим близким, вашим детям, чтобы они вас всегда радовали своими достижениями. Вот а тебе женской гармонии. Хочу, чтобы ты с ней всегда ладила, чтобы ты ее обрела наконец-то. Я думаю, ты уже обрела ее, но ты еще это не осознаешь. Что с твоим днем ты классно всегда оставайся такой, когда меняйся, будь открытой. Почему мы с тобой знакомимся? Потому что ты, как я, не сразу не учился с первых дней, с первых слов, можно сказать. Вот. Обожаю, люблю тебя, соседка, подружка. Это моя сестра. Какой был орган құтты ең бірінші денсаулық болсын. Нұржан екеуің бақытты, ұзақ өмір сүріңдер, балапандардың қызықшылығына тоймай, ең кішкентай дастархан осындай болып, достарың көп болсын, дұшпандарың жоқ болсын. Алла Тағала тіл көзден сақтасын. Вы для нас всегда были примером и останетесь. Сендердің жолдарыңды жастарға берсін. Не айтам, осы әке-шешеміз аман болсын, құда-құдағылар, өстіп сыйластығымыз артып, да осы кішкентай өмірде тек сыйласып, жүздесіп, көп бетімізде күлкіміз келіп өстіп жүре берейік.
өзіме ниеттесем барлық жақсылықты тұрған сіздерге тілеймін. Сол рахмет дегендеріңізге танысқандарыңызға өте қуаныштымыз. Шапалақ соғып қойыңызшы. Настоящий семинар, да, сағат қанша? 10:30-да келді ма? Молодец, да. Подожди, для тебя приз есть, кстати. Да. Саған Нұреке, вот отдельный приз. Барлығы бағын береді, призді алу үшін здесь потели, песни пели, играли, все дела, да, вот. Мы тоже зря тебе не даем этот приз. Бір өлең айта ғой. Тілегіңді көрдік, бір өлең айта ғой. Түріне қарасам айтатын сияқтысың. Қайран Нұртайсың ағасы сияқтысың. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире. Хорошо. Құртынан. Ондай өнер жоқ енді, ренжімесің. Биліктерімізді аңсатты. Хорошо, жарайды. Соншама надеяться етіп, кешіп келеге бір күшті нәрсе айтамын деп. Ал, шапалақ соғып қой осыны ағайын туыстарға. Көп рахмет. Отбасыңызға тек жақсылық, аманшылық тілейміз. Келесі тойда жүздескенше. Ал, бір би болсын, билеп-билеп орнымызға жайғасамыз. Крутой шедевр, масло дел май болсын. Құдағи болып сіздерде жейтіндеріңіз құйық бауыр май болсын. Шөлдегенде ішетін индийский качественный чай болсын. Алла қаласа бұйыртып келесі туған күнге әкелетіндеріңіз Нұрбек сенікі бір тай болсын деп қояды. Есішімге фазилес, Алла сізге көмек береді. Көп рахмет. Бәріңізге рахмет. Нұрбек, вот адамдар обычно как-то опаздывает, да? Наливает двойной штрафной, вы не пьете, да, как смотрите, да? Тогда вам будет двойной танец, да. Только вы сейчас будете танцевать. Сейчас супер легендарную песню для вас поставлю. Это песня только для вас. Да, Нұрбеке, танцуем, да? Қарай маған да жақсы местал. Номер 1, город Алматы, Қаражорға бейінен. Ваши бурдал аплодисменты. Наш Нұрбек.
өзі жылай тұрған ғой. Зачем так деп? А что так можно было деген сұрақтар шығады ғой. Да, Нұреке сізге көп рахмет. Келіспей жүрдіңіз да. Ал. Барлықтарыңызға көп рахмет. Бүгінгі енді керемет тамаша той болды деген ойдамыз. Ал енді барлығы тілектерін айтты да. Жалпы былай сіздердің көңіл-күйлеріңізді сұрадым. До этого я спрашивал ваше настроение, да? Как все проходит? Спрашивал, да. Вообще до этого я вопрос не задавал, кстати, вам всем, да? Я вообще как? Нравлюсь, да, или как? Унаватор, да? Все нормально, да? Если хотите, унаваяться, қайтадан бастап жүріп қойды, да? Рахмет сіздерге, тойымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Так, енді керемет отбасы, самая счастливая семья, самая богатая. Сіздердің керемет қошемет шапалақтарыңыз болсын. Ортаға ең бақытты отбасын шақырайық. Нұржан және де Қарлығаш, әдем Ақтілек өздеріңізді. Алмалинский, что там молчишь, все вместе! С днем рождения! Любви до окружения! Чумового настроения! И самых преданных друзей! Рахмет қызықтарыңызға. Бүгін енді Қарлығаш ханымның және Нұрекенің жасаған тойы қалай өтті? Той жақсы өтті, браттар, болады ма? Қалағалап енді осы керемет отбасын тек қана қуаныш тойларына келе берейік. Бұйыртып енді Нұрекеміздің ұрпағы көбейе берсін, кеңейе берсін, ол қыздары үлкен азамат пен азаматшылардың бірі болсын. Сіздер сияқты қарап отырғаннан бері міне осындай аталарымыз бен апаларымыздан шыққан ұл қыздар жаман болмады. Енді осындай ата-аналардан шыққан ұл қыздар да жаман болмайды деген ойдамыз. Бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, той қаласын, ал әдемі ақ тілек, тамаша тілек өздеріңізде. Құрметті қонақтар, бүгін бізбен бірге біздің қуанышымызды бөлісіп отқандарыңызға рахмет айтайын. Келгендеріңізге рахмет. Бүгін Қарлығаштың туған күні, тағы да айтайын. Құтты болсын, Қарлығаш ауырма, денсаулығы мықты болсын. Өстіп әрқашанда күліп ойнап жүре бер. Енді өзіміздің кішкентай балапандарымыз аман болсын. Сіздерге де осыны тілеймін. Соны өзіме не тілесем де сіздерге де соны тілеймін. Сіздер де ауырмаңыздар, бақытты болыңыздар. Ең кішкентай той осы болсын. Осындай тойда кездесейік. Рахмет келгендеріңізге. Сол үшін алып қойыңыздар. Менің жақсылығыма, қуанышыма жиналған көпшілік, қауым, туған туыс бауырлар, достарым, көршілер, келген қадағаларыңызға өтсін. Мына алтынды уақытта бөліп, қуанышымен ортақтасып, маған қаншама жылы сөздеріңізді, жылы ниеттеріңізді жаудырып, тілеп жатқандарыңызға мыңда бір рахмет. Алла тағала сіздерге маған не тілесеңіздер, содан 10 есе қылып тілеген тілектеріңізді, ниеттеріңізді қайтарсын. Бүгін әке мен шешем құттықтаған келді. Ең бірінші
бірінші бір алла, одан кейін мына әкем мен шешем, дендеріңіз сау болсын, жастарыңыз жүзге толсын. Маған берген өмірлеріңіз үшін, тәрбиелеріңіз үшін, өнегелеріңіз үшін сіздерге бас иемін. Әрқашанда маңдайларыңыз жарқырап жүрсін. Алла тағала дендеріңіз сау болып, осы өсірген ұл-қыздарыңыздың, өсіріп отырған ұл-қыздарыңыздың Алла тағала тек қана жақсылығын көруді сіздерге нәсіп етсін. Ешқашан ауырмаңыздар, шаршамаңыздар. Әрқашанда біздің жақсылығымызда, тойымызда осылай шапқылап жүре беріңіздер. Достар, көршілер, уже дос болып кеткен көршілерім, Құдай қосқан көршілерім, сіздерге де өте үлкен рахмет айтамын. Бүгінгі тойымыздың сәнін келтірген, мәнін келтірген бір өзіңіз сіздердің де дендеріңіз сау болсын, бастарыңыз аман болсын. Үйде өсіріп отырған ұл-қыздарыңыздың қызықшылығына тоймай, әрқашанда аман есен болыңыздар. Мына достығымыз ары қарай 100 жылдыққа жалғаса берсін. Мен сіздерді, біз сіздерді өте қатты жақсы көреміз, өте қатты сыйлаймыз. Әрқайсыларыңыздың, Нұржан екеуміздің өмірімізде, жүрегімізде орындарыңыз бөлек. Сіздерге өте ризамын. Сіздерге де басымды иемін. Осы тек қана жақсылықта кездесейік. Алла тағалам келесі өмірімізде тек қана тойдан жазбасын, тек қана тойда ғана шаршатып, бір-біріміздің тойымызға барып, қатысып, араласып жүре берейік. Барлықтарыңызға рахмет. Мына бүгінгі той, бүгінгі туған күн сіздерге ұнады деген үміттемін. Я очень сильно переживала, действительно. Я старалась, чтобы вам всем было хорошо, удобно, комфортно, весело. Бүгінгі айтқан тілектеріңіз үшін барлықтарыңызға Алланың нұры жаусын. Рахмет сіздерге. Рахмет сіздерге. Ал бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, той-тойға ұласа берсін. Сіздерге бар жақсылықты тілейміз. Желаю счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастлив поднимись руки. Рахмет. Нұржан менен Қарлығаш бақытты болсын дейді, бір шапалақ соғып қойып. Өтінсіңізға жақсылық тілейміз. Бағана береді қайта-қайта алдарыңызға қарсап шығып жатқан, әнді айтқызып жатқан, тілекті айтып жатқан ау аппақ жігіт кім десеңіздер? Кім десе мен болам, 100 баланың ішінде мен болам, кім десе мен болам.
мың баланың ішінде 100 жылға мен болам, кім десен мен болам, жетісті жайнатқан жалайыр ұрпағы, Тайменгінің тарлана, андасын арлана, Нүсіпбектің шөбересі, Байсылдың бересі, Әбділдің ұлы осы Алматы қаласындағы самый әппақ тамада дастан дейтінмен маған шапалақ соқсылды рахмет. Және бүгінгі тойларыңызды керемет түсіріп жатқан Дастан фильм продакшн шапалақ соғып қойыңыздар. Және бүгінгі дастархандарыңызды керемет жайнатып жасап жатқан Алазани мейрамханасында бір шапалақ соғып қойыңыздар. Той боласын, тойымыз осымен аяқталған жоқ. Сыртқа шығып бәріміз билейік, көңілді көтерейік, той баршамызға құтты болсын. Бүйір төбенді Қарлығаштың жүжасын кестейік, әумин деп қойыңыздар. Той баршамызға құтты болсын, той баршамызға жұғысты болсын. Атасы бір әумин деп ас қайырып тағы да бір атырапқа шығайықта көке. Хитовый баталарыңыз беріп жүресіздер ма? Прямой қалу болады. Әумин. Өзіңді берсеңіз просто. Әумин. Құдай дастарханға береке дейін сауап болсын. Әрқы жылда осындай әр дастарханда басымыз осылай берсін. Кейінгі ұрпақтар өсін, мен білеш. Жақсылық той, бәріміздің басымыз болсын, той қыласын, жұғысты болсын. Әумин бауыр. Әумин. Аллаху акбар. Бүгінгі ниеттеріңіз қабыл болсын, тойларыңыз құтты болсын, той баршамызға жұғысты болсын.